между Ходжа Ахмет Яссауи и мной 14 поколений бар, да? Аллаху, Аллахай, Аллахак. Өзімнің мнем, когда человек очищается, қандай нәрсені, сол кездерде мына родовые каналы ашылады деймін, да? И тогда, когда родовые каналы ашылады, сол жерде уже информация дұрыс болады, да? Біраз емшілерді зерттедім, арасында жүрдім, сонда қамшымен емдейді. Домбырамен емдеуге болады адамды. Домбырамен. Өліммен емдеуге болады адамды. Это вибрационные волны ғой, вибрация, да, идет. Осы Ходжа Ахмет Яссауи, көбінесе сонымен шықтым да мен. Ходжа Ахмет Яссауи, қалай айналсам да солай келді. Мен ана жол еще сіз жазып қойыңыз, ана Ходжа Ахмет Яссауидің ұрпағы деп сұрап отыр да. Между Ходжа Ахмет Яссауи и мной 14 поколений бар, да? 14 поколений. Мүмкін емес бұл Ходжа Ахмет Яссауидің ұрпағы болу деген сияқты. Получается, Ходжа Ахмет Яссауидің әкесі и біздікілер. Біздің нелермен, енді аталармен родные братья, да, получается. Кімбен Ходжа Ахмет Яссауимен біздің аталармен двоюродные братья болады, тұрады да. И между мной и Ходжа Ахмет Яссауи 14 поколений бар, да, между мной сол. Вот сол, уточнить етіп жерейін деген соны. Дұрыс. Ну, не может быть дегенде, почему не может быть? Бұл, допустим, вот пірлік деген нәрсе, опять ол пір болды ғой. Пір болған, получается, который пророчество әкеледі да, адам. Алланың тура жолын көрсететін адам, у него есть программа осы пророчествоның, да, сол. Оны пір дейді да, негізі сол. Көрдіңіз ба? И олар все, которые пірлер болған, олар саидтар болды, да? Именно саиды. Из всех саид. Басқа біреуге нетілмейді ол. Саидтарға беріледі, да? Сіз саидсыз ғой. Иә, енді мен нетіп отқан жоқпын. Просто мен басқаларды мен тексеріп көрдім да, зерттедім да олардың нелерін. Біраз жүрдік қой енді, ана жерде, мына жерде көрдік та, нелер істемейді. Единственное там, я не говорю, что ол пір жоқ. Еще просто ана иблис, ол нелерін біліп қояды. Он, видать, с детства білет да уже все. То, что он рождается, вот этот человек. И он старается нетуге жауып тастауға, да. И в основном я обратил внимание, что вот, допустим, ол ондай адам тауып алса, бітті оны жауып тастайды да, сондай со всех сторон бірдеме не қылып тастайды. Түбінде ол человек алады да, сонымен басқа нелерге нетеді да, ана мынау кітаптарға сүйенеді да, сол жақтарын. А там ол уже біраз шатастырып, адастырып қойған да уже. И все, бітті. Сол жерден сосын таба алмайды да ол. Нельзя недооценивать силу противника. Конечно. Да. Силу противника деген отырған біздің жауымыз, айналып келгенде, ол деген сол жаңағы Иблис. Иблис қой. Иблис, сатана. Оның күшін әлсіз деп ойламау керек ешқашан. Иә, нет. Білмеймін енді кім ойнайды. Өзімнің басымнан өткен, мен негізі мынандай нәрселерге вообще сенбеймін. Осы мне 30 жастан бастап па солай неттім да уже. Негізі осындай адамдарға жаңағы ізденіп жүрген адамдарға, қасиеті бар адамдарға көбінесе қаралық жабылады, және қаралықтардың мықтысы жабылады екен. Соны байқадым. Иә, мықтысы барады, иә. Олардың да әлсіздігі бар, күштісі де бар ғой енді, қуатты. Иә, бар. Ну, көтерілмейтін нәрсені Алла Тағала бермейді да оны. Егер арғатай өзі адам сынбай нетсе, егер одан қорқа берсе, ол ана күшейе береді екен. Еден бір қорқып қалса, күшейе береді жамандық. Мен бір ішімдегі бір дүниені өзіме тыным бермей жүрген бір нелерімді айтқым келіп отыр да. Мен жас кезімде біраз қателік жасадым да. Сол қателіктер менің ішімде жеп жатыр. Бірақ сол қателіктің арқасында мен адамдарды түсінем, кешірем да. Мен де сондай болдым ғой. Мен де қалай қателік жасағанды біліп тұрмын да. Ол адам да сөйтті ғой деп кешірем да. Яғни жамандықтың өзі де адамды үйретеді екен да. Иә. Өз басыңыздан сіз өткен нәрсені сосын сіз түсінесіз да. Сол. Енді ол нәрсені сізге енді өзіңізді бірінші человек ана өз-өзін кешіру керек та енді. Сосын енді Құдайдан тілейсіз да. Егер сіз өзіңізді кешірмесеңіз, ол тогда кешірілмей жүре береді да солай. Түсінесің, неге істеп қойдың бұны, қандай жағдай болды? Енді адам все равно нетеді ғой енді. Где-то нетіп қалады енді, бір шатасып қалады, адасып қалады. Жас болдық, мас болдық деген сияқты. Иә. Сондай нәрсе. Біз, допустим, осы немен неше түрлі қаншама тоқтамай істей берді ғой жайшейін. Дуа деген, қайда мында істеген жайшейін. Неше қаншама жылдар, тем более біраз жылдар өтіп кетті, олар вообще былай слой болып кеткен да. Онаған мән бермедік, содан кейін уже басып неттік та. Ол қара сиқыр мынау біраз жылдар өтіп кеткесін уже ауру кетеді да.
уже менде пошел язвы, ауру болып шығады. иә, менде метастазалар кетті да уже. Соны бүкіл Яғни жаңағы дұға, жаман сөздер не болып шығады, ауру болып шығады ғой. иә. Сол енді сондай нелер, я говорю, про до онкологии почти дошел өзім. И содан кейін өзім осы бүкіл бәрін кетірдік та соны. Содан кейін айтып кетейін деген мына спиртовые настойки деген бар да, спиртовые настойки. Негізі шариғатта харам дейді ғой өзінше полный деп да. Негізі спиртовые настойкадан пайда бар адамға. Ол ана осы неге ауруға қарсы екен да. Гасить етеді ананы. Спиртовые настойки разные бар. Не тура емес енді, тура аруақ тоже нахимичный же, там аруақ, коньяк деген нәрселер. А есть вот с чаги делают спиртовые настойки, медовой спиртовой настойкалар бар, там на бруснике, на шишках, там всякие разные, да. Мейлі 30-40 градусов разницы нет. Адамға 50-100 грамм ешқандай несі жоқ, оның зияны жоқ. Ол пайда береді оны. Ем үшін Ем үшін, иә. Қабылдаса. Да, болады. Сонымен шықтық, сол вот онкологияны сонымен неттік та. Иә, сонымен нетіп отырдым. Таңертең кешке таман жіберіп отырдық та солай. Так что оның пайдасы бар. Өзім басымнан өткен нәрсе мен айтып отқан жоқпын, что арақ жақсы деп. Спиртовые настойки, это другое, да, негізі. Әрбір нәрседен можно взять жақсыны да, жаманын да. Сіз сол нәрседен жақсыны алыңыз да, жаманын алмаңыз. Дәрі ретінде дайындалғандар ғой енді. Иә. Кейбіреулер өзім нетіп қоямын, сондай настойканы несін аламын да, сосын еще дем саламын да, онаған заряжать етемін да. И все, сосын солай пайдаланып отырдым. Сол. И емшілерге айтатыным, көбінесе вот ана нелер нетеді, школа емші, там туда-сюда істейміз, бүйтеміз деп. Сіздерді просто ана емшілерді, арқасы бар адамдарды, олар ана неге, как научат қойып қояды өзінен. Тізіп қояды кімде бар. Сосын ертең пайдаланып отырады да оны. Ана подключать етеді да соған. Соның күштерін нете береді да. И все. Сондайлардан байқандарда ан жерге, мын жерге барады, сөйтеді, бүйтеді, үйретеді деп. Халявы нету нигде. Так что, где халява, там опасно. Байқаңыздар. Мен вот қан жерде бардым. Мен вот маған көмектескен осы Валентина Петровна деген осы әйел адам жақсы, рахмет оған, Алла разы болсын. Сосын ана Алматыда бақсы Самиғолла деген болды. Қазір да бар шығар, енді білмеймін. Баяғыда болған мен бір. Вот сол кісі көмектескен. Потом осы тағы бір бақсы болды, мына жақта шелек деген ба, сол жақтың атын ұмытып қалдым мен қазір уже. Ол да бір несімен көмектесті, бір әйтеуір айтып жерді да, бір информация. Осындай сиқыр бар, осындай не деп. Все арғата айтып жерді, арғата алып кеттік та біз. Сол айтпесе көбінесе который бардым мен арғата 20 кем дегенде бір 25 па жүрдім енді кезінде, бүкіл бәрінен зиян көрдім да негізі. Сонымен мен емшілерге айтып отқаным сол, байқаңыздар да. И арғартай содан кейін мына өзінің несін өз әруағын қабылдап алады ғой. Емшілігін, ата бабалардың нелерін. Арғартай өзі істей берсе, жақсы істей берсе болды, өзі Алла тағала оны өзіне батасын бере береді да. Жетелейді. Иә, болды, все. Ана халық нетеді, рахметін айтады, батасын береді. Сонымен кете береді да сол. Біреудің батасын барып, ана бұқа сойды, біреулер не нетті, ол болмайтын нәрсе там. Құлағын кесіп, бұлай нетті, сөйтті, бүйтті, қаншама көріп жүрдік, естіп жүрдік қой. Болмайтын нәрсе ол. Қожеке, алдында айтып кетіп едіңіз, адам түгел ұлтқа да дұға жасайды екен, сиқыр. Сол қазақ ұлтына 3 мемлекеттен дұға жасадым деді. Сол не болып жатыр? Хабарласып жатыр ма адамдар? Иә, бір-екі кісілер хабарласты. Но олардың біраз жұмыстары не болып тұр, біраз кедергі болып тұр. Егер Алла бұйырса, шешілсе, олар да нетейін деп тұр. Көмектесейін деп тұр. Көмектесе, сол жаңа сіз айтқан әрекеттерді жасасақ, біздер ұлтты тазалаймыз ба? Иә, ашылады. Ашыла ма? Ашылады, иә. Сенімдісіз? Иә. Ешқандай күмән жоқ оған. Енді оған әрине материалдық керек, жағдай керек. Материалдық, иә, бір нәрсе. Еще ол жерге тағы бір адамдар жинау керек та тоже. Біраз мықты. Соларды да апару керек та сол жерге. Енді сіздің телефонын жазып қояйын. Иә. Сізге хабарласын, өзімдікінде жазып қояйын, керек болса хабарласын. Енді ұлт дегесін әрине қол ұшын беруге әр адам, әлі қазақ дайын ғой деп санаймын, бірақ
ақша жинау деген мен қашам содан бар ғой. Ақша жинаған жерде бәле жүреді де осы. Иә, енді мен анандай жинап немес. Егер адамдар өздері нетсе берсе, алып берем десе болды ол. Сол керек заттарды болды сол. Соны жасаймыз да, Алла берсе. Бұйырсын. Дұрыс. Иә. И сонымен мен осы кімдерге айтайын деген, осы можно нетуге пайдалануға осы мне зікірді Қожа Ахмет Яссауидің Аллаху, Аллахай, Аллахак. И былай да айтуға болады да, арваху, арвахай, арвахак. И сіз не неткіңіз келеді? Ну, денсаулыққа ма, тіл көз ба? Или можете былай айтуға да, что арвақты, өзімнің арвағын тазартам деп та. Өзі арвағымды очищать етем деп. И сонымен зікірді нетіп отыруға болады да, сол, осыны пайдалануға болады да. Арваху, арвахай, арвахак. Іштен де айта бересіз, жүргенде айта бересіз, жатқанда да айта бересіз, ешқандай немес та. Просто сену керек та оған. Ол тазарта береді да сізді. Ну, айтып айтқан жоқпын, что бүкілін бәрін өзі адам нетіп жереді деп. Есть такие программы, которые, ну, специалист керек та ол жерде. Ажай былай енді осының несін пайдалануға болады да. Емшілерге көбінесе сол аруақтармен нетіндер деп отырмын да. Аруақ. Басқа нәрсе, ана космоэнергетический канал, басқа бірлер болмайтын нәрселер олар. Это все отрицательные силы, да, олар. Отрицательные энергии. Сол айтайын дегем сол. Потому что емшілер звондайды, ан жақтан, мын жақтан. Біреулер бір әйел адам омбыдан звондады емші. Но ол кісіге былай айтып жердім, сразу түсінді да, ана кісі маған ұнады. То, что не, ана, не. Алып кетті ма? Я сразу түсінді да, осылай. Орыс, атым ұтып қалды мен оған. Мен просто объяснять еттім, что мына өзімнің нем, когда человек очищается, қандай нәрсені, сол кездерде мына родовые каналы ашылады деймін да. И тогда, когда родовые каналы ашылады, сол жерде уже информация дұрыс болады да. Көрдіңіз ба? Сіз когда полностью тазаланбай, сіз все равно ана информация біраз спутанный болады да. Ну, определенный бір аласыз. Егер сіз какой-нибудь бір побольше бір не болса, информация побольше глобальный, да, уже қиын да, анау не, ну, несі сбивать етеді да, ол тазармай болмайды да негізі. Ана 7 қабаты бар ғой адамның. 7 қабат үстіне, 7 қабат астына, 7 қабат алды, 7 қабат артты, 7 чакра да. Вот соның бүкілін бәрін тазартып таста болды да. Карма прошлого деген бар, соны да тазарту керек адамда. Сол. Мен сіз түсініп отырмын. Сол, енді осыны пайдалануға болады, енді өзіме енді пайда берді да. Әлі де тазарып жатырмыз негізі. Былай енді ауырған адам, кейбіреулермен кездестірдім, что ауырып после емшілігі қысылып, сосын біреулерге бір ұстаздарға, шейхтарға ма айтқан, сонымен Аллах бар бірдеме жасап, қадір маған босатты дейді да. Ол немес ол. Босатқанмен ол просто сіз ана кісі пайдаланып жатыр да, бұл кісілердің нелерін да, аруақтарын. Болды. Ол мен немес ол. Шешілген жоқ. Иә, онымен шешілген жоқ, иә ол. Так что олар ойлайды өзінше, что бірдеме нетіп босатып қойды. Жоқ, ол немес ол. Просто сіздің нелерімен пайдаланып жатыр да, солардың несі. Енді бұл кісі пайдаланып қатқан жоқ қой. Енді орысша айтқанда сіз очень чувствуете тонкие миры, да? Тонкие миры. Қалай деуге болады? Білмедім енді мен былай енді сізге. Теоретик емеспін мен. Не ученый, мен ешқандай такого не емес. В основном я пастух. Мал бағып өскенбіз. Солай. Содан кейін ана стройкада көп жұмыс істедік. Стройкада. Ну, стройкада, вот, допустим, істедім. Вот қаншама жігіттермен жүрдік қой. Мен ол жерде бір жалқау, ешқандай адам көрген жоғым да. Вот қазақтардан кейбіреулер айтады, ойбай жалқау. Көрген жоғым мен ол жерде жалқау. Жалқау емес. Ну, көрген жоғым мен ол жерде жалқау адамды көрген жоғым. Қаншама жай бытырлап істейді ғой жайшын біздікілер, алып кетеді. Просто ана нелері бар деймін да, ана жол жабық та. Соны ашу керек. Жолын ашу керек та, табу керек та, оны әрекет жасау керек, істеу керек та соны. Вот содан болады, ол бүкіл неден бірдемесе жабық, какой-то кесел бар, тұқымда бар ма, неде бар ма, сол әулет жағынан байқау керек. Сондай нәрседен болады да. Басқа өзім енді өзім көргенім, өзім өткенім сол да.
ана кейбіреулер неде көрем, ана тиктокта неде нетеді да, күйеулерін былай жүр, мынау бетімен жүр, мынау жалаңаш жүр, мынау былай жүр да, енді көріп тұр анау, что уже немес енді, дұрыс адам солай жүрмейді ғой енді. Ол оны сотовый телефонға снимать етіп, былай нетіп жібереді да, ана бүкіл бәрі болмайтын нәрсе ғой енді. Ең жақын адам қасындағы солай істейді да. Енді ол анау ауру бар ғой, какой-то у него бір кеселі болып тұр да, емдеу керек қой, лечить надо да негізі. Олар оны алады да жібереді да, ол уже нетіп жүр да, ол на грани чего-то. Или дуа жасап қойған, там неше түрлі жасайды ғой жайшен, жынданып кетсін, нетіп кетсін деп, там разные нәрселер қояды, на убийство қояды, на всякие, там қоймайтын нәрселер жоқ, на онкологию, там, на всякие страхи, там неше түрлі, на убийство, на насилие. Ол уже адам деңгейі дейін кеткен адамдар ғой өйстіп жүргендер, адами деңгейі дейін кеткен. Қалай адамға жамандық ойлауға болады? Жоқ, енді иблис бар ғой енді. Иблис бар, сол болды, иблис болғасын сиқыр бар, сиқыр болғасын жамандық бар. Біздерде айта береміз да, бүкіл бәрі жын деп айта береміз. Ол жерде немес, ол бәрі бүкіл бәрі жын емес, жын бөлек нәрсе. Мына сущность деген оны қазақша білмеймін, қалай айтайын. Ол нелер бар да, мына өлген әруақ, кладбищенский әруақ, мына патши ангел деген, черти, бесы, демон, дьявол. Бұлар бүкіл бәрі бөлек нәрселер негізі. Оны бүкілін бәрін жын деп айтуға болмайды да. Көрдіңіз ба? Мен ана жол айтқан нелерде, что мына сущностьтарда нелеріңізде образ бар да. Мына жында образ жоқ. Нет у него ни мужского, ни женского, ни места. Вот его иблис жаратты, да, он истеген. Это есть его сихр, да. Его можно, как вот подчиняющийся сихр, я думаю, его можно назвать матрицей. Вот. И он через него создает, да, вот через этого джина. Вот. Ана книга бар ғой, хасида оқиды, неше түрлі сол джинбен өзінше управлять етеді. А ол через этого джина может создавать, да, допустим, то эгрегориального духа создавать етеді ана иблис. И мына аянбен, когда аян көреді адам, түс, су ма, от па, таулар ма, какие-то помехи, жауын жауып жатыр ма, түсінде көрсе, вот это вот джинның несі да, ол какой-то, значит, зиян бар да, жамандық бар да, вот джинның белгісі. Нелер енді олар, басқалар немен келеді да. Ну, оларда образ бар, у других сущностей, бәкіл бәріне оларда өз образдары бар. Джин именно осындай нәрселермен келеді. Ағаш па, нелер ме, саз ба, сол жауын, мұз ба, қар ма, сондай болады да. Уже все, егер адам сондай көрсе, уже ана бірдеме мешайт бар да, уже кедергі бар да ол адамда. Енді мен жаңа біраз жерде біраз емшілерді зерттедім, арасында жүрдім, сонда қамшымен емдейді. Қамшымен емдеу бар ма? Жақсы, келеді нәрсе, иә. Бар да. Иә. Негізі вот практиктарға, который бастаған кезінде бүкіл бәрін көреді ғой, ол басынан өтеді, ананы өтеді, наны өтеді. Мен білемін, қамшымен мен де өттім ғой, соның пайдасын көрдім. Ішім тәнім тазарғанын бәрін сездім. Қуаттанғаным, жаным қуаттанғанын сездім. Сосын сұрап отырмын да сіздің пікіріңізді. Иә, мен де қамшымен де пайдаланамын, қадірмен вообще нетпеймін да, ештеңе пайдаланбаймын. Былай оқи беремін да, болды. На расстоянии, по фотографии, по фантому істей береміз да. Осы қамшымен адам емдеген да? Бұл деген ана Тоқберген ағам қамшы өрген соныкі бұл. Нұрмағамбет бауын беріп жіберген еді. Вот сразу мне былай нетейік онда. Мына нелерге, емшілерге нелері болса, инструменттерін тексеріп отыру керек та. Олар ана нелер, сиқыршылар қай нәрсемен пайдаланады, соған дуа істейді да. Допустим, мен ташпақ пайдаланам, маған ташпаққа да қаншама істеді да. Ташпаққа былай да істейді, потом скрытый да бар да. Скрытый. И ана көлеңкөсі бар, адамның көлеңкөсі бар, мынаның көлеңкөсі бар, үйдің көлеңкөсі бар, тоже могут істеп қойға соғанда. И мына қамшы, допустим, қамшымен пайдаланса, қамшыға да істеп қояды. Или скрытый порча істейді да негізі. Ана нелерін болса, оларда несін энергиясын көруге болады да, мына қамшының. Былай плюс, былай минус да. Міне мына минус деп тұр, көрдіңіз ба? Мына дуа бар мына қамшыда. Здесь порча есть, да?
Потому что рабочийлар болгон, все, значит, кого-то неткен да олар. Когда адамды істейт, соған өзүнө істейт, на рабочий, но телефонга да істейт да олар. Порча-крадник, энергетические присоски, через них энергию воруют да тоже, особенно емшілерге. И квартира, машина болса, сондайларга жасайт да олар. Мына көріңізші. Чем соприкасается, сонымен етеді да. Нема плюс. А таза. Баланыкі ол, мынау деген үлкен адамдікі. Ну таза мынау. Вот это работали қолымен. Екеуімен де работали? Екеуімен работали. Мынада мына дуа бар. Енді бұны не істеймін? Мен сізге содан кейін қазір тазартып жіберемін мұны. Да. Конечно. Мен бұны Жамбыл ағаға беріп жібер деген, Нұрмағамбет аға сонымен әліп тұр ғой осы жерде. Олар ана Құран кітапқа да нетіп қояды, дуа істеп қояды. Ну, любой нәрсеге нетіп қояды. Сосын анандай нәрселер бар, қазір кездесті. Заттар сатып алады. Особенно антиквариат, какой-нибудь бір нелер болады ғой, особенно вот Түркістан жақтардан алып келеді. Ана сиқырлар сол жерге анандай өзінің несін қойып қояды да. Как черная воронка сияқты да. Сосын алған адам соны алады да, үйіне бір жерге қойып қояды ғой. Сосын сізден ана ненсіз кете береді да. Энергия. Аны тарта береді через вот этот вот. И они даже, допустим, могут өздері сондай бірдеме жасауға. Или брюшной ремень постоянно киеді ғой адам. Сондай нәрселерге могут нетуге. Могут и так установить его. Адамдар, қаншама адамдар түсінеді. Біреу ойынға беріліп кетеді, біреу араққа, біреу неге беріліп кетеді. Бірақ ол дұрыс емес екенін біледі. Бірақ тыстай алмайды. Күші жетпейді, күш қуаты жетпейді. Адамға желание болса көмектесуге болады да, өзінде желание болса. Адам өзінде. Егер желание болмаса, уже оған неместі. Ну, ем жүрмейді да. Ол қабылдамаса. А егер ол ізденіп жүрсе, ондайға адамға көмектесуге болады. Тазарту ғой негізі. Тазарса болды ол. Көз ашылады да оның. Енді келесіде Құдай қаласа орысша өткізейік. Орысша білетін адамдарға енді қазақ тілін әлі түсінбей жүрген қазақтар да бар ғой. Şimdi түсінсін, айналып келгенде руханият бәрімізге бір ғой. Мен сол салада кейде орысша сөйлетіп жүрмін адамдарды. Басқа тілді білген ол деген пайдалы, бірақ өз тілін ұмытпау керек адам баласы. Сосын мен айтып жіберейін деген, менде ана көбінесе нелер көрермендер сұрайды да, содан кейін қазақсыз ба деп айта береді да, соған маған бір не да, өзіме. Мен қазақпын мен, анам қазақ, әкем енді қожа, Қурайыш та, былай соған жатады да, а былай қазақпыз. Әрине. Сосын жаңағы падших ангелов не бывает деп біреу жазып жіберген, ол қалай? Падших ангелов? Бывает. Енді олардың әртүрлі, мен айтып отырмын, особенно которые религиознылар бар ғой, олар қиын да негізі, олар ол жерден өзінің нелері бар, олар мен нетпеймін да негізі. Мен өзім өткім басымнан бәрінде, ол жерде қардық, ан жерде көрдік, мешітке бардық, имамдарды көрдік, нелерге көрдік, сопларға, шейхтарға, анда, мында, қай жерге барға жоғымыз қой, барып іздендік қой, бейшіттеме таба алмадым да мен. Ол жерде басқа нәрселер да енді маған. Неместі ол падших ангелов не бывает деген. Маған, ну жақсы, допустим, орыстармен жұмыс істесең, оны тез түсінеді да олар. Тез қабылдайды, тез түсінеді. Жақын адамдар. Жеңіл да, олар сразу қабылдап кетеді да, түсініп кетеді да. Біздікілермен енді біраз, или мен мүмкін басқаша сөйлеймін ба, түсіндіре алмаймын ба, солай енді. Мен енді сразу айтам да, мен анада теоретик емеспін. Былай нетіп да. Вот практикада то, что өттім, басымнан соны айтып отырмын. Сол. Егер енді пайдасы тисе, нетсін да, қабылдасын. Сіздер жаңа бубын ұрасыз ғой да? Бубин да бар бәрі да, я. Қазір пока нетке жоқ тұр. Ол анандай бір үлкен нәрсеге сондай бір керек болады да. Қазір. Ол и то маған соны бубинді бір кісілер айтып жатыр, сен мына бубинді қайдан алдың деп. Соны айтайын сізге. Бұл сен ана Россиядан көшіп келдің ғой. Я деймін Россиядан. Сен ана жаққадардан алғасың ғой ана. Ну там тувинцы, кімдер, якуты, буряты солар жатыр. Мен айтам ол кісіге, олар мына шапкеде киеді ғой олар. Енді шапкені шешіп тастайсыз ба сіз? Бубин деген музыкальный инструмент. Оны былай да пайдалануға, домбырамен емдеуге болады адамды. Домбырамен, өліммен емдеуге болады адамды. Это вибрационные волны ғой, вибрация да идет. Сол.
Биздердики анан былай болмайт, былай болмайт. Келесиде уруп көресиз бе? Кудай кылса. Білмейм, бұйырса. Алып келсеңиз. Көрейік. Кызык болсун, көрөрмөндөр кызык бар. Сол енді емшілерге айтайын дегенім, практикада енді любой нәрсемен қолдана беру керек, көру беру керек та, қорықпау керек та, алға басу керек. Сонымен жеңіл, легко болады деп, легко сейм, легко алам, легко нетем. Сол, и түбінде сол аруақ дегенде мен айтып отыр, не, өзімнің өткім нәрсем, что мен алып жатырмын, мен сөйтіп жатырмын, мен бүйтіп жатырмын деп, мен деп айту керек негізі ол. Потому что мен дегенде сізде ана частица аруақтың несі бар да енді. Аруақтың частицасы бар ғой енді. Әрине. Ол есть сол Аллах. Сонымен сіз айтасыз мен деп, ана басқа біреуге нетпейсіз, біреуге жүгініп, нетіп там. Енді дұрыс қой, енді аруақтың шипасы болсын деп, Алланың шипасы болсын деп нете бересіз да. Арғарта мен убираю вот это, мен убираю вот это, мен мынаны алам, мен мынаны алам деп, осындай тауып аласыз да, осындай нәрсені, осындай проклятие, осындай тіл көз мен алам деп, сосын нетесіз. Сол алып тастау керек та сонымен. Зікірмен айтсын, өз сөздерімен айтсын, қалай нетеді. Бола береді сол. Көру беру керек та, енді практиктен көру. Сосын ол ауыса береді. Бара, уже былай біреуін алады, біреуін несет. Солай арғата кете береді та өзі. Жақсы, Қожаке. Жақсы. Ертең заман жұртымыз тыныш болсын. Аумин. Жаман сөзден, көзден ұлтымызды сақтасын Алла тағала. Аумин. Аруақтар қолдап жүрсін. Аумин. Келесі кездескенше амандық болсын. Аумин. Жақсы. Сау болсын.